5 сабақ. Өсімдіктің мүшелері қандай қызмет атқарады? Сен өсімдіктердің негізгі мүшелерінің қызметін сипаттауды, топырақты күтудің қаншалықты маңызды екенін түсіндіруді үйренесің. Бір тапсырма. Мұғалімнің тапсырмасы бойынша Қуаныш өсімдіктің мүшелерін жазды. Ол тапсырманы дұрыс орындады ма? Оған өз қателіктерін түзетуге көмектес. Өсімдіктің мүшелері: тамыр, сабақ, жапырақ, гүл. 2 тапсырма. Сыныптағы өсімдіктерге қара. Олардың мүшелерін ата. Осы өсімдіктердің мүшелерін салыстыр. Олардың арасында қандай ұқсастықтар мен айырмашылықтар бар? Өсімдік қай жерде өссе де, ол күрделі, тірі ағза. Өсімдіктер әртүрлі болады, бірақ олардың мүшелері бірдей. Олар тамыр, сабақ, жапырақ, гүл, жеміс және тұқым. Өсімдіктің әр мүшесінің атқаратын қызметі бар. Соның арқасында өсімдік өседі, қоректенеді, тыныс алады. 3 тапсырма. Өсімдік мүшелерінің негізгі қызметін зерделе. Гүл жемістер мен дәндерді қалыптастыру үшін қажет. Жапырақ оның көмегімен өсімдік қоректенеді, тыныс алады және күн жарығын сіңіреді. Жеміс дәндерді бүлінуден қорғайды. Сабақ тірек қызметін атқарады. Су мен пайдалы заттарды өсімдіктің басқа мүшелеріне жеткізеді. Тамыр тірек қызметін атқарады. Өсімдікті топыраққа бекітеді. Топырақтан су мен қоректік заттарды сіңіреді. Сөйлемдерді толықтыр. 1 ағаштың сабағы дін. 2 ағашқа тамыр тіршілік ету үшін керек. 3 қоректік заттар өсімдіктің басқа мүшелеріне сабақ арқылы жетеді. 4 тапсырма. Балалардың диалогын оқы. Олардың пікірімен келісесің бе? Неліктен? Жемістер өсімдіктерге, жануарлардың қоректенуі үшін қажет. Гүлдің орнында жеміс пен тұқым түзіледі. 5 тапсырма. Мәтінді оқы. Кактус шөл өсімдігі. Бұл өсімдіктің мүшелері ерекше. Жапырақтары тікенекті. Олар кактусты судың булануынан және ыстықтан қорғайды. Кактустың қалың сабағында көп мөлшерде ылғал сақталады. Ұзын әрі тармақталған тамыры шөлде сирек кездесетін ылғалды жақсы сіңіреді. Тапсырмалар. Суреттен кактустың жапырағын, сабағын және тамырын тап. Кактустың әрбір мүшесінің маңызын атап өт. Тіршілік ортасы, шөл, өсімдіктің сыртқы түріне қалай әсер еткен? Сен білесің бе? Жантақ Қазақстанның далалы және шөлді аймақтарында өседі. Өсімдіктің биіктігі 30-дан 100 сантиметрге дейін болады. Тамыры 20 метрге дейін жетеді. Адам мәдени өсімдіктердің өсуі мен дамуы үшін оларды күтіп баптайды. Өсімдіктерді уақытылы суарып, шаңын сүрту маңызды. Топырағын қопсытып, тыңайтқыштармен тыңайту қажет. 6 тапсырма. Үрме бұршақтың дәнін топыраққа отырғыз. Өсімдіктің өсу барысын бақыла. Бақылау нәтижесін дәптеріңе жаз. Қорытынды сұрақтар. 1. Жапырақ қандай қызмет атқарады? 2. Өсімдіктің қай бөлігін жерасты бөлігі деп атайды? 3. Мәдени өсімдіктерді өсіру кезінде топырақты күту неліктен маңызды?